Сәлем, менің атым Олег. Бүгін мен сізге өзіндік құны туралы айтып беремін. Өзіндік құны. Бұл сіздің тағам дайындауға кететін шығындарыңыз. Бұл сіздің мекемеңіздің пайдасына тікелей әсер етеді. Постер, жеткізілімдер мен қоймадағы қалдықтар негізінде өзіндік құнын автоматты түрде есептейді. Тауарлар мен ингредиенттердің өзіндік құны орташа өлшенген өзіндік құн әдісімен есептеледі. Яғни формула бойынша қоймадағы өнімнің жалпы құнын қоймадағы өнім санына бөлу. Бұл жартылай фабрикаттардың өзіндік құны олардың ингредиенттерінің жалпы құнынан есептеледі. Оның қалай жұмыс істейтінін түсінейік. Постер, ингредиенттер мен тауарлардың өзіндік құнын есептеу үшін оны қоймаға жеткізіңіз. Мысалы, сіз лимон ингредиентінің 2 жеткізілімін жасадыңыз. Олардың мөлшері мен құны әртүрлі. 2 килограмм $10 және 3 килограмм $5 плакаттың өзіндік құнын есептейді. Сондықтан 2 килограммды $10 және 3 килограммды $5 2 килограммға және 3 килограммға бөлгенде 1 килограмм лимон үшін $7 тең. Қойма қалдықтары қойындысында өзіндік құн бағаны бар. Мұнда сіз барлық тауарларыңыздың, ингредиенттеріңіздің, сондай-ақ өндірілген карталар мен тауарлардың өзіндік құнын көре аласыз. Егер түгендеу кезінде артық заттарды тапсаңыз, оларды нақты баланста көрсетіңіз. Олардың құны осы кезеңнің соңғы құнына тең болады және жаңа кезеңдегі кейінгі жеткізілімдермен орташаланады. Мысалы, түгендеу кезінде жоспарланған теңгерімде құны $7 тұратын 5 келі лимон болды. Ал қайта есептегенде 10 келі болып шықты. Түгендеуді жүргізгеннен кейін сізде килограммы $7 тұратын 10 келі лимон болады. Шығындарды үнемі жаңартып отыру үшін барлық жеткізілімдеріңізді әкімші панеліне жіберіңіз. Жартылай фабрикаттар карталарының құны олардың ингредиенттерінің жалпы құнынан тұрады. Мысалы, сырники плакаттарының құны тағамның ингредиенттері мен жартылай фабрикаттарының өзіндік құнының сомасы ретінде есептеледі. Егер ингредиенттер қоймада таусылған болса, онда олардың техникалық картадағы немесе жартылай фабрикаттағы құны соңғы орташа өлшенген өзіндік құн болып табылады. Егер сіз азық-түлікті жеткізбеген болсаңыз, сатылғаннан кейін олардың қалдықтары теріс болады. Қойма қалдықтары қойындысындағы мұндай позициялардың құны 0-ге тең болады. Ретроактивті жеткізілім мен қоймадағы қалдықтардың өзіндік құнын және азық-түлік қоймада болмаған кезде тесілген чектерді қосыңыз. Бұл жеткізілімнен алынған құнға өзгереді. Жартылай фабрикаттарды және сол карталарды өндіру кезінде олардың өзіндік құны өндіріс кезінде қоймадағы ингредиенттердің құнына қосылады. Өнім статистикасы қойындысында сатылған өнімнің өзіндік құнын көру үшін орташа өзіндік құн бағанын қосып, қажетті кезеңді таңдаңыз. Сіздің тағамдарыңыздың құнын есептей отырып, сіз сатылым туралы соңғы есептерді көресіз. Сонымен қатар мәзіріңізді мекеме үшін мүмкіндігінше тиімді ете аласыз. Күндеріңіз сәтті өтсін және сатылымдар керемет өтсін.